әуежайға кірсем, бір кішкентай қыз мам деді. Даран даусына ұқсап кетті. Жалт қараппын ғой. Өзім ұйқым келіп, үйдегі төсегімді аңсап, Даран үйде болсам құшақтап ұйықтаймын ғой. Сол кезде аңсап кіріп келатқан ғой. Бірақ үйге емес, мен бір қаладан басқа қалаға ұшайын деп жатырмын. Содан жаңа қыздың дауысын естігеннен кейін көзінен жас тоқтамай ағып жатыр да жаңа. Адамдар көріп қойды, біртүрлі қарап, маған не болып қалды екен деп. Сол қызымды, өзімнің төсегімді сағынып бір жылап алғаным ғой. Әрі ұйқым келіп тұрған. Неше күннен бері 2 сағаттан ұйықтап жүрміз да. Рейстердің бәрі сол таңда. Соған ғой кішкене аздап шаршап қалғаным болмаса, бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Қазір менің артымнан қайталап отырасың. Мен өфтеймін, сен де өфтейсің. Өф. 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 Қаттырақ. Өф. Енді. Ойлаш, есікті аштым. Бір кезде Дикоп сенің ұйқысына келді. Сен әп-әдемі оянып. Сен тойға бардың да гүлдей жайнап жүрсің. Ойлаш? Айтайық. Әпшемізді әдемі қылып тойға жіберіп жатырмық. Рахмет.